أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrmen jamoat. Alloh taolo sizben bizning ilmimizni orttirsin. Sol ilmimizga amal etuvni nasib etsin inshaalloh. Sizben biz bugun жалпы алдағы уақытта өтетініміз Құранда аталған 25 пайғамбар. Құранда аталған 25 пайғамбар, иә. Сол 25 пайғамбардың тарихына қысқа тоқталып кетеміз иншалла. Адам ата алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға дейін. Пайғамбарымыздың өмірбайына барған кезде сираға кіріп кетеміз. Пайғамбарымыздың өмірбайын ұзақ толығынан. Иншалла онда жалғастырамыз. Енді бұл тақырыпты бастамай бұрын қуат ұрып қалды ойын, болмаса зәртке қоя сол. Былай ма? Болды, керек емес сонда. Түсінеді. Енді бұл пайғамбар, жалпы Адам ата алейхиссаламның өмірбайына кірмей бұрын бірінші пайғамбар деген не? Тілдік терминдік мағынасы деген секілді. Пайғамбар және елші деген нәрсе бар, Расул, нәби. Екеуінің айырмашылығы не деген нәрсе? Елші деп, Расул деп, елшіге айтады. Оған қандай шариғат жүктеледі десе, Расул мен пайғамбардың айырмашылығы нәбидің. Расулға, елшіге жаңа шариғат үкімдері жүктеледі. Түсінікті ғой, мысалға пайғамбарымызға біз сонау Иса алейхиссаламнан қалған нәрсені жалғастырып жатқан жоқ, дұрыс па? Бөлек шариғат түсті, Құран кәрім түсті. Түсінікті ғой? Сонда сол секілді оған бөлек шариғат түседі. Түсінікті ғой? Ал нәбиге ол оның алдындағы өткен пайғамбардың ісін жалғастырады. Түсінікті ғой? Айырмашылық. Енді нәбиден Расул жоғары тұрады. Түсінікті ғой? Демек нәби өзінің алдыңғы пайғамбардан жеткізгені жалғастырушы, ізін жалғастырушы. Басқа жаңа еш нәрсе алып келмейді. Түсінікті ғой? Енді Бақара сүресінің 285 аятында баяндайды: Астағфирулла, амана расулу бима унзила илайхи мир раббихи вал муъминун. Куллун амана биллахи ва малаикатихи ва расулихи ва кутубихи ва расулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин расулихи. Ва қалу сами'на ва атa'на ғуфранака раббана ва илайкал масир. Бақара сүресінің 285 аятында аудармасында амана расулу бима унзила илайхи мир раббихи. Біз иман етті кімге? Елшіге. Кімден болған? Алладан болған елшілерге. Түсінікті ғой? Илайхи мир раббихи, оның Алладан келгендігіне. Вал муъминун, және мүъминдер де оған иман етті. Және ары қарай осы жерде маңызды нәрсе айтқым келіп отыр. Күллун амана биллахи ва малаикатихи. Барлығы мүъминдердің Аллаға иман келтіреді. Ва малаикатихи, періштелеріне. Ва кутубихи, кітаптарына, және ва расулихи, осы жерде айтып кетеді, елшілеріне дегеннен кейін ла нуфарриқу байна ахадин мин расулихи. Олардың ешқайсысын бөліп жармаймыз. Түсінікті? Асынсыз болатын нәрсе. Олардың ешқайсысын бөліп жармаймыз. Ла нуфарриқу байна ахадин мин расулихи. Ва қалу сами'на ва атa'на. Не деп айтады? Мүъминдер естідік деп, бойынсұндық деп айтады. Олардың жеткізген хабарына. Түсінікті ғой? Себебі олар неден алып келеді? Бұйрықты. Олар ешқашан көңіл қалауынан сөйлемейді. Біздің пайғамбарымыз жайлы Алла тағала не дейді Құран кәрімде? Иннаху вахиюн юха. Ол вахиді ғана сөйлеуші. Танха анил хава дейді. Иннаху вахиюн юха. Ол ешқашан көңіл қалауынан сөйлемейді. Бізбен сіз секілді мен былай ойлаймын, немесе менің көзқарасым былай деген сияқты нәрселер айтыла бермейді. Түсінікті ғой? Айырмашылық жер мен көктен. Осы жерде ла нуфарриқу байна ахадин мин расулихи. Енді осыған қатысты пайғамбарлар, Құранда аталған 25 пайғамбар бар, және қалған пайғамбарларға иман келтіреміз бе, келтірмейміз бе деген нәрсе болуы мүмкін. Немесе бар ма, жоқ па деген. Кейбір хадистерде келтіреді 124 мың пайғамбар болған. 124 мың пайғамбар, жаңағы айттық қой. Пайғамбарды нәби деп айтады. Түсінікті ғой? 124 мың нәби және 315 расул келген деп айтады. Ақиқаты Аллаға мәлім. Бізге осындай хабарлардан жеткен. Бізге нақты білетініміз Құранда аталған 25 пайғамбар және басқа да Құранда зікір етілген, мысалға кім бар? Зүлқарнайын бар мысалға. Каһф сүресінде келетін. Жаңағы Яжуж Мәжужге қарсы тосқауыл құрып беретін әлі күнге дейін жалғасып келеді. Сол секілді оларды біздер пайғамбар емес екендігі Аллаға мәлім, бірақ біздер иман келтіреміз. Бүкіл жалпы пайғамбарларға, бүкіл Құранда аталғаны болсын, аталмаған болсын, біз білгеніміз болсын, білмегеніміз болсын, айтқандай ла нуфарриқу байна ахадин мин расулихи. Олардың ешқайсысын бөліп жармай біз иман келтіреміз. Түсінікті ғой? Енді пайғамбарларға иман келтірудің төрт негізден тұрады жалпы.
иман келтіру пайғамбарларға. Біріншісі, пайғамбардың Алла тарапынан екендігіне. Бүкіл пайғамбарлардың Алла тарапынан екендігіне. Түсінікті ғой? Егер біреуіне иман келтірмейтін болсақ, мысалға, біз танымайтын біреуді айтсам, иман келтірмеймін дей салсаң, мысалға. Жаңа айттық қой, 124-тің 315-те, соның 315-шісіне иман келтірмеймін десең де, мысалға, бүкіл пайғамбарды жоққа шығарған боласың дейді. Бұған дәлел Құранда Шуғара сүресінің 105-ші аятында айтады. Нұхтың елі де, Нұх алейхиссаламның қауымы, Нұхтың елі де, елшілерді жалғанға шығарды дейді. Енді қара, Нұх алейхиссалам ол қауымға түскен жалғыз елші. Түсінікті ғой? Аятта не деп тұр? Нұхтың елі де, елшілерді деп тұр көшеді. Елшілерді деп тұр. Түсінікті ғой? Бірақ негізі Нұх алейхиссалам ол жалғыз пайғамбар еліне түскен. Сонда нені меңзеді десе, бұл аятта оған дейінгі пайғамбарларды жоққа шығарған болып саналады деген. Түсінікті ғой? Демек, бір пайғамбарды жоққа шығарсаң сен, бүкілін жоққа шығарған боласың. Ол иманның шартына кіреді мана. Амана биллахи ва расулихи. Түсінікті ғой? Енді екіншісі, төрт негізден тұрады дедік қой. Екіншісі, есімдері аталғаны бар, аталмағаны бар, барлығына иман келтіру. Жаңа айтқандай, хадистерде келтіргендей, есімі аталмағандар, мысалы 120, жалпы 124-тің пайғамбар дейді, 315 расул дейді. Мүмкін одан да көп болуы мүмкін. Аллаға мәлім, ақиқат. Ал аталғандары 25, және Құранда зікір етілді, бірақ пайғамбар емес екендігі беймәлім. Бұның барлығына біз иман келтіреміз, түсінікті ғой. Енді бұған иман келтіру осы екіншісіне. Бүкіл пайғамбарларға иман келтіру фарыз, жаңа айтқандай. Егер біреуін жоққа шығарсақ, онда барлығын жоққа шығарған болады дегенбіз. Сан қатты мән. Енді үшінші негізі. Құранда пайғамбарларға қатысты баяндалған қиссалар бар ғой. Бақара сүресінен бастап барлық пайғамбарлардың қиссасы бар, келтірілген. Солардың барлығына сену, илану хақ екен. Құранның аяты нақты қайнар көзі, сенімді, түсінікті ғой. Осыларға сену, хабарларға, жеткен хабарлар. Және Құранда айтылмаса, пайғамбарымыздың хадистеріне жеткен хабарлар бар ғой. Оларға да сену. Түсінікті, бұл үшінші шартына кіреді. Енді төртінші шарты, бұл өзімізге жіберілген пайғамбардың Алланың нәбиі екендігіне, оның шариғатына және оның соңғы елшісі екендігіне, расул және елшісі екеніне иман келтіру. Түсінікті ғой? Осы жерде айтып кететін нәрсе, жаңа екеуінің айырмашылығын айттық қой, расул мен нәбидің. Әр елші пайғамбар, бірақ әрбір пайғамбар елші емес деген. Түсінікті ғой? Дәреже жағынан. Әр елші пайғамбар, ол пайғамбар да болады. Біздің пайғамбарымызға қандай міндет жүктелген? Ол расул да, нәби де. Түсінікті ғой? Енді түсінікті болды ғой пайғамбарларға қатысты нәрсе. Бұл пайғамбарларға иман келтіру бізге фарз екен. Иманның жеті шартына кіретін нәрсе. Енді Адам алейхиссаламның жаралмай бұрын Алла тағала халақас самауати уал арди фи ситтати айям дейді. Алла тағала күллі көктер мен жерді 6 күнде жаратты. 6 күнде және оның арасындағыларды. Енді осыны жаратылғаннан кейін әлі Адам алейхиссалам жаратылмады. Жер бетінде Құран тәпсірлерінде келтіреді, жындардың өмір сүргендігін айтылады. Алдымен жындардың өмір сүрген жер бетінде. Кейбір хадистерде келтіреді, Абу Хурайрадан жеткен хадистерде. Жер бетіндегі жындар Адам алейхиссалам жаралудан алдын 2000 жыл бұрын деп келтіреді. Жаратылған. Олар жер бетінде бұзақылықтың сұмдығын жасаған. Қан төгіс, бұзақылық шектен шыққан. Сөйтіп Алла Тағала не істейді бұларды? Періштелері арқылы, періштелерден жасақталған әскер арқылы бұлардың көздерін жойды. Олардың ішінде тек қана кім болады? Іблис. Алла Тағала оның үшін періштелердің қатарына қосады? Жасаған құлшылық үшін. Жасаған құлшылық үшін. Құрмет. Сөйтіп, біз естіп жүрік, естіп те келеміз. Іблис алейхи лә'на. Оған Алланың лағнеті болсын. Іблис алейхи лә'на періштелерге білімді болған, періштелерге сабақта бергенде келді. Періштелерге сабақта бергенде келді. Енді қара, жер бетінде бәрін жойды Алла Тағала. Іблис алейхи лә'на жаңа періштелердің жанында. Бәрі жақсы, керемет ода. Әлі сынақ болып жатқан жоқ ода. Ол әлі Аллаға ешқандай күпірлік нәрсе келтірмеді. Осы уақытта Алла Тағала не деді періштелеріне?
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك دماء дейді. Алла тағала айтты періштелеріне, мен жер бетінде өзіме бір халифа жаратамын деді. Сонда періштелер не деді? Қалу атажалу фиха ма юфсиду. Онда бұзақылық жасайтын және қан төгетін біреуді жаратпақсың ба дейді. Алла тағала айтты, бұл жерде көбісі жаңа ойлап қалуы мүмкін, періштелер ешқашан қарсы келмейді. Түсінікті ғой? Періштелер неден жаратылған? Нұрдан жаратылған. Періштелерде ақыл бар, нәпсі жоқ. Хайуандарда не бар? Нәпсі бар, ақыл жоқ. Адамдарда не бар? Екеуі де бар. Сол үшін айтады. Нәпсіңді ақылға бағындырсаң, періштеден де жоғары боласың. Бұл жерде де періштеден жоғары боласың дегенде, Жәбірейіл алейхиссаламнан Микаил алейхиссалам, Исрафил биік болып кетпейсің, түсінікті ғой? Бұл жерде жалпы жаңа біздер секілді періштелер, жалпы періштелер, түсінікті ғой? Лауазымды төрт періштеден. Өздерінің арнайы қызметтері бар, періштелер оспан, түсінікті ғой? Ал ақылыңды нәпсіге бағындырсаң, хайуаннан да төмен боласың деген сөз. Түсінікті ғой? Осында айтып тұр, періштелер, онда бұзақылық жаратасың ба дегеннің сырын айтты, ол жерде қарсылық емес дейді. Бұзақылық жасайтын және қан төгетін дегені ол жаңағыға дәлел. Жер бетінде жындардың бұзақылық жасағандығы, қан төгілгені көп. Шектен шыққандығы жайлы. Соларды көрді ғой. Соларды көргеннен кейін оларды жойған кім еді? Жоятындарын жойып, қалғандарын жаңағы теңізге, аралдарға қуған. Сондықтан айтатын жаңа Дәджалдың тағы неде дейді? Теңіздің үстінде дейді. Дәджалдың тағы теңіздің үстінде. Осылай қуған періштелер. Сондықтан бізде қазақта да жаңа айтады ғой, судың перісі дейді жаңағы, оттың перісі деген секілді. Адам баспайтын жерлерге құрлықтан қуылған. Жалпы бар қазірде ол жындар. Және жындардың ішінде мұсылман да болады, кәфір де болады. Оларда ұрғашы еркек болады, олар да көбейеді, түсінікті ғой? Айырмашылық. Енді осы жерде періштелердің айтқысы келген жаңағы біріншісі. Не деді? Көрді, қан төгетін, сондай біреулер жаратпақшымын. Екінші мақсат не десе, олар біз Раббымызға дұрыс құлшылық жасай алмай жүрміз ба деп қорқты. Екі мақсатта. Ол жаңа Аллаға қарсы келуде емес. Ол өздері уайымдады. Неден уайымдады? Біз Аллаға құлшылықты бір өзінің кемелінде жасай алмай жүріп па? Алла бұйырғандай деген секілді уайым болды дейді. Сонда Алла тағала періштелер айтады жалғасында. Ва нахну нусаббиху бихамдика ва юқаддису лак. Расында біз сені пәктеп дәріптейміз дейді. Періштелер жаңа екіншісі айтқан. Бұл айтқан не еді? Біз құлшылығымызды дұрыс жасай алмай жатырмыз ба деп уайымдағаны бұл айту себебі. Сонда Алла тағала қала инни а'ламу ма ла та'ламун. Расында мен сендер білмегенді білемін деді. Қарап отырсаңдар, бізге Алла тағала араша түсіп жатыр. Түсінсеңіздер. Періштелер не деді? Мен сендер білмейтінді білемін деді. Және ар жағында айтады: "Уаллама Адама". Алла тағалаға "Уаллама Адама ал-асма'a куллаха сумма арадахум алал малаикатихи". Алла тағала Адам ата алейхиссаламға бізге жаратылу несіне кіріп кетіп жатыр. Бір айтып жіберейін аятты. Адам ата алейхиссалам жаратылғаннан кейін не істеді? Алла тағала бүкіл нәрсенің атауын үйретті. Тау, тас, мысалы білеміз, кесе, кітап, қағаз, парақ деген секілді нәрсе. Бүкілінің атын үйретті Алла тағала. Сөйтіп оның үйреткендігін періштелерге білдірді. Және періштелерге осы жерден енді Адам ата алейхиссалам жаратылу қиссасын бастап кетейік, кейін жалғастырамыз, иә. Бұл Бақара сүресінің 6-шы аятында келтіреді, бір бет толық осыған қатысты. Жаңа Иблис алейхи лананың қарсы келуі, қалай бас тартуы, жаңа сәжде қылудан бас тартуы деген секілді. Тәкаппарлығы деген нәрсе. Енді жаратылыстың бастауынан бастайық Адам ата алейхиссаламнан бұрын. Абу Хурайра, Аллаһан разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассаламның жеткізеді хадисті. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам қолынан ұстап тұрып былай деп айтты дейді: Аллах топырақты сенбі күні жаратты дейді. Топырақты сенбі күні жаратты дейді. Тауларды жексенбі күні жаратты дейді. Ал ағаштарды дүйсенбі күні жаратты дейді. Және жағымсыз нәрселер бар, бүкіл ауру, дерт, зарарлы нәрселер барлығын сейсенбі күні жаратты дейді. Ал жарықты сәрсенбі күні жаратты дейді. Байқасаңыздар, сенбіден бастадық, иә? Жануарларды бейсенбі күні жаратты дейді. Ал Адам алейхиссаламды біз өтетін тақырып жұма күні жаратты. Біз дәрісімізді де Алланың қалауымен жұма күні бастап отырмыз. Асыр намазынан кейін күн батар алдында, күн батыр мен асыр намазының арасында. Дұрыс айтқан, шам мен асырдың арасында. Осының арасында жаратты. Және ол
жаратылған нәрселердің ең соңғысы болды дейді. Адам ата алейхиссалам. Жаратылған нәрселердің ең соңғысы болды. Жұма күні жаратылған, және оның тәубесі де жұма күні қабыл болған. Қиямет қайымда жұма күні болады дейді. Енді Хасан Басри, біздер мынаған түсініп алайық. Иблис алейхи лана бар ғой, періштелердің қасында болды деді. Кейбір жерлерде айтып жүру мүмкін, ол періште болды деп. Хасан Басри айтады, осының пікіріне сүйенетін болсақ, Иблис бір сәтте періште болмаған дейді. Себебі Алла Тағала Құранда не дейді? Ол расында жындардан еді. Жындардан, түсінікті ғой? Енді Адам ата алейхиссалам, Алла Тағала Адам ата алейхиссаламды жаратпас бұрын не істеді? Бұйырды. Жерден топырақ әкелуді бұйырды. Бір уыс топырақ. Сөйтіп, осы хадис жеткізеді. Абу Муса әл-Ашқариден, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздан жеткізеді, саллаллаху алейхи вассалам. Аллах адамды бүкіл жер бетінен бір уыс топырақпен жаратты дейді. Бір уыс топырақпен. Сөйтіп, адам балалары жердің ерекшелігіне қарай түрленді, өзгерді дейді. Хадисте айтады, олардан ақ, қызыл, қара түстілер дейді. Және олардың арасындағылары ақ, қызыл, қара түсті. Бізде де солай бөлінеді, қара нәсілді, монғолит, негроид дейміз, осылай келеді ғой. Енді осылар жеңіл және қатты мінезділері дейді. Топырақтың несіне қарай. Мінезі біреудікі қатты, біреудікі жеңіл, біреу сабырлы, көркем болады, біреудікі ашушаң болады, біреудікі орташа болады деген секілді. Біреу тез ашуланып, тез қайтады деген секілді. Сондай-ақ жақсы, жаман және олардың арасындағылар бар. Жақсы, жаман және оның ортасындағы. Незаралық дегілер, түсінікті ғой? Бұл хадис жеткізіп отыр. Енді Адам ата алейхиссалам топырақ алып жаратқанда, оны ең алдымен мүсін тәрізді қылды дейді. Топырақты суға шалып, балшық қылып, оны мүсін қылып жаратты, жасады. Алдымен мүсін болды. Оған әлі рух үрленген жоқ. Нешеді? Қыш құмыра секілді мүсін болды. Іші бос, қуыс. Сосын ол біраз уақыт тұрды дейді. Кейін пайғамбарымыздың хадисінде келтіреді. Қанша уақыт тұрды десек, Алла адамды жаратқанда өзінің қалаған деңгейі, қалаған уақытына дейін қойды солай дейді. Сол құмыра тәрізді секілді. Оны періштелер көргенде қорқатын дейді. Соның ішінде Иблис алейхи лана бар ғой. Сол қаттырақ қорқатын болған. Әлі ол жан жоқ, қозғалмайды, сөйлемейді, былай жүрмейді, түсінікті ғой да? Періштелер қорқатын болған. Сөйтіп Иблис алейхи лана не істейді болған? Барады жанына жел. Барып, аузынан кіріп, қуыс келеді ғой, артынан шығады. Сөйтіп ұрып көретін болған. Ажан дауыс шығады, аңғарлаған. Осы іші бос болғандықтан. Сөйтіп не деп айтады? Мүсінді жаңғырған дауысын біліп, Иблистің айтатын әңгімесі: сен нендей іс үшін жаратылдың деп жаңағы сөйлейді. Сенде нендей іс үшін жаратылдың дейді. Қызғаныш болып жатыр. Уже дұшпандық басталып жатыр. Сонда айтады дейді: сені Алла Тағала менен үстем қылса, мен саған қарсы шығамын, мен сенен үстем болса, мен саған үстем деген дейді. Қара. Әлі жан жоқ. Осылай Иблистің дұшпандығы осы жерден басталды дейді. Оған қатысты және сол адамның мүсінін жасалды дедік қой жаңағы. Енді ұзындығы ені жайлы пайғамбарымыздың хадисінде келтіреді. Алла Тағала адамды ұзындығын 60 кез дейді. Ұзындығын. Енін 7 кез қылып жаратты. Содан бастап хадисте айтады, содан кейін адамдар бүйтіп майдалана бастады. Ең алдын, бізде қазір шығып жатыр ғой, және YouTube желісін ашсақ не істейді? Сүйектер шығып жатыр, үлкен адамдардікі. Кәдімгі дәлел. Иә, кез деп соны бермешек. Зерақ деп айтады ғой бізде. Түсінікті ғой, 7 кез дейді. 7 метр деп айтамыз ғой біздер. Бұлай 30, бұлай 7 болу. Түсінікті ғой. Енді Адам алейхиссаламға рухтың үрленуі. Алла Тағала оған рухты үрледі дейді. Үрлегенде пайғамбарымыздың хадисінде келтіреді, ең алдымен рух басынан кірді дейді. Сөйтіп басына кірген кезде Адам алейхиссалам шүкіріп не істеді? Альхамдулилля деді. Мағынасы не? Бүкіл мадақ мақтау кім үшін? Алла үшін тек. Одан басқа лайық еш нәрсе жоқ мадақ мақтауға. Бүкіл мадақ мақтау Алла үшін. Сонда Алла Тағала оған саған Раббыңның мейірімі болсын деді. Ярхамукулла. Алланың саған мейірімі болсын деді. Осыған айтады. Осылайша адам рух толығымен үрленбей бұрын дейді. Жаңа басынан енді ғой. Алланың оған мейірімі түсті дейді адамға.
Ең алдымен Алланың мейірімі түсті дейді. Сөйтіп рух көзіне жеткенде дейді, ол жұмақты көре бастады. Жұмақтың жемістеріне қарап, ол туралы ойлана бастады. Сөйтіп рух қарнына жеткенде, оның тамақ жегісі келді дейді. Көріп тұр ғой, тамақ жегісі келді. Аш болатынымыз сонда болады. Сөйтіп жан бітпей жатып, ол аяққа қарай жеткенде, жан әлі толық бітпей жатып, ол жеміске қарай ұмтылды дейді. Пайғамбарымыздың Әнбия сүресінің 37-ші аятында айтады, адамзат асыққыш болып жаратылды дейді. Осы аят осыны меңзейді дейді. Адам алейхиссалам аяғына әлі жан толық бітпей жатып не істеді? Жемістерге қарай ұмтылды дейді. Енді Адам алейхиссалам періштелерден құрметті. Себебі несімен құрметті? Біліммен. Алла Тағала не істеді? Оған білім берді, сөйтіп оны ардақты етті. Алла Тағала адамды олардан құрметті еткенді, бір бізге құрмет қара, біліммен ғана. Бұл жерде түсінетініміз, білім алумен. Несімен құрметті болды? Біліммен ғана. Сөйтіп Алла Тағала періштелерге не деді? Сәжде қылыңдар деді. Қандай не сәждесі еді? Құрмет сәждесі. Мына аятта келтіргендей Алла Тағала айтты: "Фақала анбиуни би асмаи хауляи ин кунтум садиқин." Егер айтқандарың рас болса, жаңа Адам алейхиссаламға аттарын үйреткеннен кейін періштелерге білдірді ғой. Сөйтіп айтты періштелеріне: сендердің айтқандарың рас болса, онда мына нәрселердің атауын айтыңдар деді. Егер айтқандарың рас болса. Сөйтіп періштелер не деді? Қала субханака ла илма лана илля ма алламтана. Я Раббым, сен пәксің ғой дейді. Субханака, сен пәксің. Ла илма лана, бізде білім жоқ, сен үйреткеннен басқа дейді періштелердің сөзі. Иннака антал алимул хаким, сен арасында өте данасың, хикмет иесісің. Осы айтып жатыр періштелердікі. Сөйтіп Алла Тағала Қала я Адаму анбиухум би асмаихим, адамға бұйырды Алла Тағала: ей Адам алейхиссалам, есімдерін үйрет, айт. Фаламба анбаахум би асмаихим қала алам aqul lakum inni a'lamu ғайбис самауати вал ард. Адам алейхиссалам есімдерді үйреткен кезде Алла Тағала не деді дейді? Мен сендерге айтқан жоқпын ба? Қала алам aqul lakum, мен сендерге айтқан жоқпын ба? Расында мен ғайыпты, көктер мен жерде, ғайбас самауати вал ард, жер мен көктегі ғайыпты білем деді. Және ва а'ламу ма тубдуна ва ма кунтум тактумун, және сендердің кернеу көмес істегендердің барлығын білем дейді. Байқасаңыздар, Алла Тағала адам дегенде жалпы бәріміз кіріп кетеміз. Біздің атамыз адамзаттың бастауы, араша түсіп жатқандығы жайлы. Сол кезде айтты: "Ва из қулна лил малаикати исджуду ли адама фасажаду." Осы жерде фа деген тәккид, күшейткіш, бірден орындалатын нәрсеге айтады. Сол кезде Алла Тағала не деді періштелерге? Сендер адамға сәжде жасаңдар деді. Періштелер фасажаду, бірден құлады дейді. Сәждеге бірден құлады. Бұл құрмет сәждесі. Фасажаду, бірден құлады илля иблиса дейді. Тек иблистен басқасы дейді. Иблис те сол періштелердің арасында дейді. Бұл бұйрық оған да қатысты еді. Тек қана иблис қана бас тартты, тұрып қалды, сәжде жасамады. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Ол бас тартып кімдерден болды? Қарсы келушілерден болды, кәпірлерден болды. Ең алғашқы қарсы келген иблис. Ары қарай айтады аяттың жалғасында: "Вақулна я Адам ускун анта ва заужукал джанната ва кула минха рагадан хайсу ши'тума ва ла тақраба хадихи шажара." Адамға айтты: "Вақулна я Адам ускун анта ва заужука", ей Адам алейхиссалам, сен және жұбайыңмен осы жәннатта тұр. Қалағаныңша же іш, бірақ ла тақраба хадихи шажара, тек бір ағашты көрсетті, осы ағашқа жақындама деді. Осы жерден ары қарай жалғастырсақ, Адам алейхиссалам жаралды, рух үрленді, иблис алейхиссаламның қарсылығы білінді, қалай басталғандығы. Сөйтіп ол сәжде жасаудан бас тартты Алланың бұйрығынан. Осы жерден ары қарай Адам алейхиссалам жәннатта тұрды. Енді бұл жерде сұрақ болуы мүмкін ғой. Адам алейхиссалам қазір жәннатта, не деді? Ускун анта ва заужука джанната. Осы жәннатта сен және жұбайыңмен тұр деді. Әлі Хауа анамыз жаратылмады, мен бұл аятта айтып жатырмын.
Аятта жаратылғаннан кейін нәрсе. Сен және жұбайыңмен осы жәннатта тұр деді. Бірақ ары қарай жалғасында айтады. Егер сол ағашқа жақындап қойсаң, не істейсің? Залымдардан боласың дейді. Өзіңе залымдық жасағандардан боласың дейді. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Жаңағы Иблис алейхи шайтан. Не істеді? Оны азғырды. Және ол жерден шығартты дейді. Және ондағы нығметтерден оны махрум етті. Ол жәннаттың ішінде. Енді сұрақ қой. Жәннатта адам жалпы шайтан кіре ала ма жәннатқа? Кіре алмайды. Дұрыс па? Аллаға кәпірлер жәннатқа кіре алмайды. Енді бұл не істеп жүр жәннатта деген сөз. Сұрақ туындауы мүмкін ғой. Қалай кірді бұл дегенде? Осы жерде айта кететін, мына аятта айтады, әл-жәнна деп келеді. Вазаужукал жәнната, әл-жәнна деп тұр. Құранда аятта не істейді? Жәннат деген бар. Әл артиклін бізге өттік қой тәжвидте. Не істейді? Құранға түсіп отқан кезде әл артиклі белгілі бір нәрсені білдіреді. Ал әл артиклі болмаса айта алмаймыз. Китап, әл-китап. Әл-китап белгілі бір кітапты айтсын. Ал китап десең ол кітаптар қайсы екенін. Түсінікті ғой? Ол секілді әл-жәнна және жәнна деген бар. Осы әл-жәнна дегені ол бізге уәде етілген жәннат емес дейді. Түсінікті ма? Біз бен сізге уәде етілген жәннат емес әлі қияметтегі ертең. Бұл жәннат бақшасы дейді. Сондықтан ол онда кіре алған. Себебі ол жерден қуылған еді ол. Ондағы нығметтердің шығуына не істеді? Әрекет жасады, солай істеді. Ана нәрсемен азғырды дейді. Алла тағала ол жерден әлгі ағаштан жеме деген жемісті жегеннен кейін қуылды олар. Не істеді? Бірі-біріңе дұшпан болған халде қуылыңдар. Бізге қиямет күніне дейін дұшпан болатыны сол. Дұшпандығы біз Адам алейхиссалам әлі құмыра кезінде ақ не істеді? Басталды. Сонда белгілі сендерге жер бетінде өмір бар, белгілі бір мерзімге дейін. Онда өмір сүре аласың. Және белгілі бір мезгіл біткеннен кейін Раббыңа қайтасың. Есеп-қисап бересің. Ертең ақырет күніне дейін. Түсінікті ғой? Енді осында, сонда Адам алейхиссалам жаңағы ағашты жеп қойғаннан кейін, ағаштағы жеме деген жемісті жеп қойғаннан кейін, ол немен азғырған еді? Ол ағаштағы жемісті жесең, сен періштелерден де жоғары боласың, сен мәңгі өлмейтін боласың деп азғырды. Сыры деп сондай. Сонда Адам алейхиссалам Раббынан ана ағашты жегеннен кейін не істеді? Ол жерде кейін болған жоқ, нұрдан болды. Нұр шешілді. Сөйтіп ұялғаннан не істеді? Жапырақтар, жәннатта болған жапырақтарды денесіне жабыстыра бастады. Жаба бастады әурет жеріне. Ұят пайда болды. Әуретіне жаба бастады. Сөйтіп Адам алейхиссалам бірақ тәубе қылды. Ал Иблис не істеді? Тәубе қылмады жаңағы. Кәпірлердің Алла тағала бұйырды, ол бас тартты. Сені сонда Алла тағала не дейді? Кәміне яқты келтіреміз. Мен бұйырғанда сені сәжде қылудан не тыйды дейді. Сонда Иблис алейхи-ләна мені оттан, оны топырақтан жараттым деді. Мені топырақтан жаратқанға сәжде қылып тұрсың ба дейді. Тәкаппарлық. Тәкаппарлық пайғамбарымыздың хадисінде дейді, кімде-кімнің жүрегінде шамның тозаңдай тиді дейді, тәкаппарлық болса ол жәннатқа кірмейді. Жәннаттың иісін де иіскемейді. Енді Адам алейхиссалам бірақ не істеді? Тәубе қылды. Раббысының үйреткен аятта келтіреді. Фаталаққа Адаму мир раббихи калиматин фатаба алейхи иннаху хуат-таувабур рахим. Раббынан сөздер үйреніп алды да жалбарынып сұрады Раббысынан. Раббы оның тәубесін қабыл етті дейді. Өйткені ол тәубені қабыл етуші. Ерекше мейірімді. Алла тағала мейірімі шексіз. Тәубені қабыл етті. Ал Иблис не істеді? Тәубені қабыл етпеген еді. Сөйтіп ол қиямет күніне дейін. Сол кезде не істеді? Иблис алейхи-ләна маған қиямет, онда сен Алла тағала жәннаттан түс, саған мұнда орын жоқ деді. Мұнда саған орын жоқ. Міне шайтанир раджим, қуылған күйде, масқара болған кезде, масқара болған күйде түс деді. Сол үшін біз не істейміз? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қуылған шайтанның деп айтамыз. Қуылған шайтанның азғыруынан өзіңе сыйынамын, я Раббым. Бастайтын болсын.
Сөйтіп ол не деді? Маған қиямет күніне дейін мұрсат бер деді. Сонда да тәубе қылып тұрған жоқ. Ол тәубе қылмады да. Қиямет күніне дейін маған мұрсат бер деді. Сенің құлдарыңды саған барар жолда азғырам деді. Ямини ва шимал, солынан, оңынан, алдынан, артынан, үстінен, астынан деген. Жан-жағынан азғырам. Алла Тағала не деді? Сен мұрсат берілгендерденсің. Алланың қалауымен ол азғыралады. Мұрсат берілгендерденсің деді аят. Бірақ не деді? Бірақ менің ықыласты құлдарымнан басқасын ғана деді. Менің ықыласты құлдарымды азғыра алмайсың деді. Ал саған ергендерді тозақ отынан толтырам деді. Сенімен және саған ергендерді тозақ отынан толтырам. Тозақты сендермен толтырам деді. Еріп кеткендер. Ол Иблис алейхи ләъна әрекетін жасайды қиямет күніне дейін. Ол мұрсат берілгендерден себебі. Ол азғырады бізді. Түрлі нәрседе. Мысалы бір жақсылық жасайын деп жатсың ба, немесе бір садақа берейін деп жатсың ба, бермей қойсайшы, өзіңе керек одан да мына жақтан бірдеңе алсайшы деген сияқты ойлар келетін сол. Бірақ бір нәрсені түсіну керек, шайтан бізді бүйтіп қолымыздан жетектеп апарып оны істетпейді, мәжбүрлеп істете алмайды. Ол тек не істейді бізге? Уәсуәс, ой салады болды. Кейде тіпті өзі де қорқып кетеді, бізге ой салған кезде, адам соны жүзеге асырған кезде. Мен оны жасады ғой деп қорқып кетеді. Ертең қияметте де өзіне ергендерге не істейді? Мінбарға шығады олар. Сөйтіп, мен сендерге тек айттым, сендер орындадыңдар дейді. Маған енді бәлелерін жаппаң деген. Өзіне арашалақпады ол. Оның бәрі баратын жері белгілі. Бірақ аналарға не деп жатыр? Өкініш үстіне да. Алла Тағала солай көрсетіп қоятыр. Өкініш үстіне өкініш болады қиямет. Тәубенің қабыл болу кезі қай кезге дейін деді? Жан алқымға келгенге дейін. Бұл да Алланың мейірімі, сенің жаның алқымға келгенге дейін. Ал ол алқымға келгеннен ары қарай тәубе қабыл емес дейді. Мысалға, Фирауын жаңа теңіз ашылады ғой. Ашылған кезде Мусаның қауымы, Муса алейхиссалам, Мусаның қауымы өтіп кеткеннен кейін не істейді? Теңіз жабылады. Сол кезде Жабраил алейхиссалам не істейтін еді? Аузына жаңағы айтады: мен Мусаның қауымының иман келтіргеніне иман келтірдім деп айтып жатыр. Сол кезде Жабраил алейхиссалам істеді, аузын құммен толтырды дейді. Не үшін дегенде бұл жерде де сұрақ, не үшін құммен толтырды дейді. Тәубесін қабыл қылып қоя ма деп қорықты дейді. Ана сондай зұлымдық нәрсе жасаған ғой. Бұл жерде де нәрсе дейді. Ол айтты ғой дейді бәрі. Ол қалай? Ол мұсылман болды ма, болмады ма деген сұрақ. Бұл жерде ол құлдық жасап кеткен қара. Соның өзінде құлдық жасап кетті. Не деді? Мусаның қауымының иман келтіргеніне иман келтірдім деді. Мусаның қауымы кімге иман келтірген еді? Басында. Қорқты ғой Фирғауынға ғой. Құдай емес, сен Құдай емессің десін істеді, білген жасады ғой. Осы жерде де құлдық жасап кетті. Аллаға сенің құлдығың өтпейді осы. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде де айла жасап тұр. Сол Фирғауын істеді Алла Тағала, қазіргі күнге дейін бар ғой, сақтап қойды бізге бір ғибрет үшін. Көрсін, көзің жетсін деген. Ол ертегі емес айтылған нәрсе саған. Енді Адам алейхиссалам жәннаттан түспей бұрын, жаңағы өзінің жұбайымен Хауа анамызбен түспей бұрын жәннатта өмір сүрді. Жаратылғаннан кейін, Иблис бас тартқаннан кейін неседі? Иблис қуылды. Алланың ашуына ұшырап, жаңағы құрмет сәждесін жасамаған үшін қуылды. Енді Адам алейхиссалам жәннатта, жаңа әл-жәнна, жәннат бақшасында неседі? Өмір сүрді. Онда барлығы бар. Бірақ дегенмен ол көңілі құлазып бір нәрсе жетіспеген дейді. Бір нәрсе жетіспейді. Кім жетіспейді? Хауа анамыз жетіспейді. Әркімнің өзінің хауасы бар дейді. Сондықтан мынандай нәрсе бар. Алла Тағала егер әділетсіз болар еді дейді, бізге көңілімізде қатынға деген қалау бар ғой, дұрыс па? Өзіміз жұбайға деген қалауымыз бар. Организм сөйтіп соны талап етеді. Дұрыс па? Мысалы, аш боламыз, тамақ жегіміз келеді. Аш болу, иә. Енді оны берген кім бізге? Алла Тағала. Енді әйел адамға деген құмартушылық берген Алла, әйел адам жаратпай қойса не болады? Немесе тамаққа деген құштарлық, аш боламыз ғой біз. Соны берді де, бірақ тамақ жаратпай қойса не болады? Әділетсіз болады. Көрдіңіздер ме? Оған қалау берді, сөйтіп не істеді? Ол бір талдың түбінде ұйықтап жатқан кезде оның сол жақ қабыртқасынан алып Хауа анамызды жаратты. Сөйтіп Адам алейхиссалам орнынан тұрған кезде алдына бір әйелді көреді. Сөйтіп одан сұрайды: сен кімсің деп сұрайды. Бұл хадис жеткізетіні Ибн Аббас жеткізеді. Аллаға кесе күні разы болсын.
адам ұйқысынан оянған кезде алдында отырған бір әйелді көреді дейді. Сөйтіп одан сен кімсің деп сұрады дейді. Ол әйелмін деп айтты дейді. Біздің тілмен айтып жатырмын әйел деген нәрсені, түсінікті ғой? Әйелмін деп айтты дейді. Сонда адам не үшін жаратылдың деп сұрады дейді себебі. Бұл бірінші рет көріп тұр ғой. Сенімен тұру үшін деп айтты дейді адам алейхиссалам. Сөйтіп Хауана, періштелер де бұл әйелді көрді дейді Хауанамызды. Сөйтіп көріп, ол ең сұлу әйел болған Хауанамыз. Ол қиямет күніне дейін сұлу әйел сол дейді. Ондай әйел жоқ дейді. Ондай туылмайды. Түсінікті ғой? Қиямет күніне дейін сұлу әйел болады адам алейхиссалам. Сөйтіп періштелер бұл әйелді көріп, адамға келіп ол туралы сұрады дейді. Өйткені ол адам атаға жаңағы мүлде ұқсамайды дейді. Періштелер тағы бір жаңа жаратылыс көрді. Ол анаға ұқсамайды, басқа нәрсе. Келіп сұрады адамға, бұл кім? Сонда адам алейхиссалам айтты дейді. Ол Хауа деп жауап берді. Оған мұны білдірген әрине Алла Тағала. Ана өзі сұрады және Алла Тағала сөйтіп білдірді. Бүкіл нәрсенің исмін білдірген кім еді? Алла Тағала, адам алейхиссалам. Сосын періштелер сұрады дейді. Бұл Хауа деп айтты ғой енді, кім дегенде. Періштелер сұрады. Хауа деген не дейді? Хауа деген не деген мағына береді деген секілді. Сонда адам алейхиссалам өйткені ол тірі нәрседен жаралды дейді. Түсіндіңіздер ғой? Хауа дегеннің мағынасы не екен? Жаратылған, тірі нәрседен жаралған, тірі нәрседен. Сол жақ қабырғасын алып оны итпен қаптап, Хауанамыз жаратты Алла Тағала. Түсінікті ғой? Енді осы жерде бір нәрсені Алланың бір құдіретін айтқым келіп отыр. Алла Тағала адам алейхиссалам неседі? Әкесіз де, шешесіз де жаратты. Ол оқты ғой, субханалла. Және әкесіз де жаратты burada. Кімді? Иса алейхиссаламды, Мариям. Жала жабылды сен. Әкесіз жаратылды. Және екі адам себепкер қылып, өзбен сізді жаратты. Түсінікті ғой? Бір қандай неден жаратты? Тамшы судан жаратты. Алланың құдіреті. Бір тамшы судан. Келеміз иншалла. Сөйтіп, енді бұл Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады. Осы қатындарға қатысты мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім Аллахқа және ақырет күніне иман келтірсе дейді, бір іске куәлік берген кезінде немесе жақсылықты айтсын не үндемесін дейді. Бұл бір. Және әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар дейді. Әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар дейді. Өйткені әйел қабырғадан жаратылған, жаңағы пайғамбарымыздың хадисінен дәлел. Қабырғадан жаратылған. Ал қабырғалардың ең қисық жері жоғарғы бөлігі дейді. Оны түземек болсаң не істейсің? Сындырып аласың. Қатты кірісіп кетсең. Ал түземесең, жай еркіне қоя берсең, осы қисықтығымен қала береді. Сондықтан қатын баласына да өзің жұбайларыңызға дағуат жасағанда да пайғамбарымыз үйреткендігі дағуат жасалу керек. Оны түзеймін деп сен түзей алмайсың, бәрібір қиямет күніне солай болады. Қисық па? Қисық болды. Оны сәл дағуатын жасайсың, сәл салып қоя отырасың жерге, дағуатпен, күшпен басқа еш нәрсемен жасай алмайсың. Ары кетсе өлтіріп қоярсың. Басқа еш нәрсе жасай алмайсың. Түсінікті ғой? Тек дағуатпен жеткізіп, жайлап, жүрегіне сөз тауып жайлап, жылы сөздерді құлағымен жақсы көреді ғой. Құлағына жағымды сөздерді айтып, осылай әрекет жасау керек. Бұл қиямет күніне дейін солай қисықтығымен қалады. Хадистен түсінгеніміз. Енді осы жаңа айттық қой, қиямет күніне дейін ең сұлу әйел кім еді? Хауа анамыз. Осы сахих хадистерде біреуінде айтады, Ибрахимнің әйелі Сара анамыз бар ғой. Адамзат тарихында дейді жалпы. Хауа анадан кейінгі ең көрікті әйелдердің бірі дейді. Екінші орында сол. Ибрахим алейхиссаламның Сара анамыз. Сара анамыз не істеді? Өзінің қартайған шағында балалы болды, Исхақты. Сабырлылығы, итағатшылдығы, және сұлулық жағынан несі екен? Хауа анамыздан кейін екінші орында екен. Мен жаңа Иблистің азғыруын атап кеттік. Адам алейхиссалам жерге түсті. Иблис жаңа азғырды ғой. Сөйтіп Иблиспен бір-біріне бір-біріне дұшпан болып түсіңдер жәннаттан қуыңдар. Жерде сендерге белгілі бір мерзімге дейін өмір бар. Жер бетіне жалпы 1000 жыл деп 900 жыл, 999 ба, 990 ба, 1000 жыл ғой өмір сүргендігі жыл. Адам алейхиссалам. Енді Адам алейхиссалам түскенде Хауа анамызбен екі бір жерге түспеген. Түсінікті ғой, мына жер ғаламшарынан түскен. Екі бір жерде болмаған, екеуін екі жаққа жүрді. Олардың жолығатын жер қай жер еді? Арафат.
Сондықтан сол жерде дұға айтады. Сол жерде жолыққан. Дұғасы қабыл болған дейді. Сол үшін сол жерде дұға жасаймыз. Түсінесіздер ғой, неге ол жерде дұға жасайтынымыз, сол жерде жолыққан дейді. Енді бұл Адам ата алейхиссалам мен Хауа анамыз не істеді? Адам ата жалпы пайғамбар болып саналады. Түсінікті ғой? Адам алейхиссалам пайғамбар болып саналады. Пайғамбар мен нәби түсіндіңіздер ғой, расул мен нәбиді. Енді жер бетінде өмір сүріп жатыр Хауа анамызбен. Алла тағала бұларға адамзатты өркениет ары қарай бірінің артын бірі басатындай не істеді? Ұрпақ берді. Ұрпақ бергенде де Хауа анамыз егізден көтерді. Бір туғанда егіз. Яғни егіздің біреуі ұл, 20 құрсақ деп айтып келтіреді кейбіреулер. Біреуі ұл, біреуі қыз болады. Бір туғанда егіз туады ғой. Біреуі ұл, біреуі қыз. Келесі біреуі ұл, біреуі қыз. Енді біздер қазір біздің шариғатымызда қандай? Біздің мысалы егіз тусын келесі балаларымыз немесе біздің ініміздің балалары бір-бірін алмайды, дұрыс па? Болмайды. Бауыр себебі. Ал ол кезде ол шариғат солай. Түсінікті ғой да? Ол кезде басқа адам жоқ. Ары қарай жалғастыру керек. Сөйтіп мына бірінші туылған егіз бар ғой. Біреу қыз, біреу ұл дедік қой. Екінші туылған сөйтіп бір-біріне ұлы қызын, мынаның ұлы, мынаның қызын. Осылай тұрмыс құрған. Мына Абыл мен Қабілдің бір-біріне Абылды өлтіріп қоятындығы осы. Нешейді? Мынаның қарындасын, Қабілдің қарындасын Әбілге беретін кезде Қабылдың қарындасы әдемірек болады, сұлуырақ болады. Сөйтіп ол қызғанады. Бергісі келмейді. Мен үйленемін дейді өзім. Бір құрсақтан шыққан балында үйленемін. Өзі шариғаты олардың шариғаты оларға рұқсат емес. Мынаған алу керек. Түсінікті ғой? Сөйтіп Алла тағала не істейді бұларға? Құрбандық шалыңдар дейді. Ол кезде құрбандықтың қабыл болу болмауы белгілі болатын болған сол кезде. Құрбандығын қоятын болған соған найзаға түсіп от шалып солай белгілі болатын. Сөйтіп құрбандық шалыңдар дейді. Әбіл өзінің ең жақсы көретін қошқарын әкеліп қояды. Қошқарын әкеліп алып құрбандыққа. Ал Әбіл болса, Әбіл қояды. Қабіл не істейді? Басында өзінің жақсы нәрсесіне барады да, сосын қимайды, жаңа нәпсі ғой. Одан сәл төмендірегіне барады. Қой болса, мысалы, арықтауына барады. Одан кейін сөйтіп тауыққа барады. Сөйтіп соңында шөп қояды ол. Шөп қояды, соңында оның апарған жері сол. Соны қиды тек құрбандыққа. Сөйтті де Қабілдікіне емес, Әбілдікіне от шалды. Сөйтіп кімдікі қабыл болды? Әбілдікі қабыл болды. Әбіл алатын болды. Сөйтіп ол дұшпандық жасайды. Бәрібір ыза кек болды. Сөйтіп бір талдың түбінде ұйықтап жатқан кезде не істейді? Таспен басын ұрып өлтіреді. Өлтіргеннен кейін өзі қорқып кетеді. Мен не істеймін мынаны қайқап? Тыпырақтап қалады. Не істерін білмейді. Қашайын десе, ешқайда қаша алмайды. Мынаны жасыру керек қой. Сөйтіп не істерін білмей отқан кезде Алла тағала қарғаны көз алдына көрсетіп, бір қарға екінші қарғаны шұқып өлтіріп, жерді қазып, ананы көмеді. Біздің көметіміз. Түсіндіңіздер ме? Алла тағала қарға арқылы үйретіп жатыр ғой. Біздер марқұмдарымыз не істейміз? Көмін жерлейміз, иә? Енді осы жайлы бір қисса айтып кетсем, бір мұсылман кісіден білімді кезіндегі сұраған екен бір басқа дін өкілі, масқаралау ретінде. Біз өліктерімізді өртейміз, сендер не үшін көмесіңдер деген. Сол кезде әлгі ғалым кісі не деген? Дұрыс қой деген. Қазыналар көміледі, қоқыстар өртенеді деп жауап берген. Түсіндіңіз бе? Қазыналар көміледі, қоқыстар өртенеді. Бұл медицинаға да жақсы. Мәйіт, мысалы, көмілмесе, не істейді? Ауға тарап, түрлі аурулар, иістер, жағымсыз нәрселер көп пайда болады. Тіпті Алла тағала қасқыр жаратқанның өзінде де бір хикмет бар. Бүкіл жаңағы өлекселерді жейтін. Не дейді? Тазалық қой. Табиғатта өзінің тазалық процесі. Теңіздің өзі. Түскен толқынның өзіне фильтр ғой, тазалап тұрады. Алланың құдіреті, әрбір істе Алланың құдіреті бар, негізі көре білсе, көкірек көзімен қарай білсең. Сөйтіп не істеді? Өлтіріп қойды. Өлтіріп қойғаннан кейін жаңағы қарға бірінің көзін шұқып, бірі өлтіріп, екіншісін жерді қазып көмді. Сөйтіп ол да анадан көріп